Қайырлы күн, мен Қуантай Әнел, сіздерге бүгін Бахаш қаласының экологиясы туралы айтпақпын. Бахаш дегенде көз алдымызда айдың көлі елестейді. Бахаш көлі демалыс пен саяхат үшін аса бірегей орын. Мүмкін сіз де демалып көрген боларсыз. Экологиялық проблемалар қаламызда мұз қорыту зауытынан шыққан улы газ ауаға таралуда. Сондай-ақ сарапшылардың айтуы бойынша Бахаш көлі аралдың тағдырын кешпек. Расында, биыл су деңгейінің біршама төмендегенін көреміз. Судың ластануы, су деңгейінің төмендеуі бұл үлкен мәселе. Жағалауында жатқан қоқыстарды қаншама. Мұның барлығы табиғатқа адам қолынан жасалған қиянат дер едім. Көтерілген экологиялық мәселелерді шешуде мен қандай үлес қосар едім деп сұрасаңыз, зауыттан шыққан улы газды сүзгіден өткізетін қондырғылар санының көбеюін және де көліміздің аралдың тағдырын кешкенін қаламаймын. Бұған экологтар мен қоғам белсенділері назар аударып апаттың алдын алса деймін. Өз тарапымнан қаламыздағы еріктілер тобымен жағалауды тазалап, таза ұстауға шақырамын. Табиғатты қорғау үшін бәріміз күресейік демекпін.